исламда тыйымдар көп емес. Мысалға 100 есік тұрса, соның біреуі ғана жабық қой. 99 ашық тұр. Қалағаннан өтсең болады, бірақ адам жабық есікті ғана көреді да. Мысалы қалайық, бір ішімдік арақты ішпе деді Алла тағала. Бірақ мына жерде қаншама сусындар бар. Өте көп сусындар бар, бәрі рұқсат, бәрі адал, бірақ бір ғана ішімдікті ішпе деді. Бір доңызды ғана харам етті. Қаншама хайуандар бар, жануарлар бар, сиыр, қой, ешкі, түйе, бәрі адал, бір ғана доңыз. Негізінде шариғат тек тыйымнан тұрмайды. Қаншама Алланың рұқсат еткен шеңбері өте үлкен, өте кең. Алланың рұқсат еткен, халал еткен нәрсенің бәрі адал. Ешқандай бір қайда тыйымдар. Ол шариғат тыйым салмаса да адамның жаратылысы қаламайтын дүниелер бар. Сіз ішімдікті шариғат тыйым салмаса да, мысалға сені полиция ұстайды. Неге? Қамайды. Демек, адам түсініп тұр, қоғам біліп тұр оның тыйым салынған дүние екендігін. Сол секілді, яғни шариғатта тыйым салынған нәрселер көп емес. Алланың рұқсат еткен нәрсесі шеңбері өте үлкен. Тек адам тыйым салынған нәрселерді ғана көргеннен кейін, сол оған бір үлкен, тек қана шариғат тыйымнан тұратындай сезінеді, көреді. Негізгі дүниеден өткен адамға тек қана Құран бағышталмайды. Қазіргі қоғамда өлген адамға тек қана Құран оқылатындай көзқарас ұстанып қалып қойған. Дүниеден өткен адамға кез келген ізгі амал бағышталынады. Құран оқу соның бірі ғана. Сол үшін дұрыс түсінуіміз керек. Құран бірінші кезекте тірі адамдарға түскен біздің кітабымыз, біздің өмір сүру және Алланың разылығын тауып, дүниеде де, ақиретте де жетістікке жетелейтін кітап. Өмір сүріп жатқан тірі адамның кітабы. Өлген адамның кітабы емес Құран. Өйткені Құранда бірінші кезекте Құранның барлық аяты тірі адамдарға үндеу тастайды. Туралыққа, ізгілікке, жақсылыққа шақырады, намаз оқуға, құлшылық етуге. Өлген адам болды, дұрыс, жалпы Құранның сауабы барады. Бірақ тек қана Құран емес. Өлген адамға сіз садақа берсеңіз, жақсы кез келген бір ізгі амал жасаңыз, біреуге көмектесіңіз, тағы басқа кез келген жақсы амал жасап, сосын дұға қыласыз. Ең дұрысы өлген адамға дұға.